Баршаңызға қайырлы күн, достар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай королевский торттың рецептімен бөлісетін боламын. Мұқият қарап отырыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен қантты араластырып, жақсылап көпіршітіп аламыз. Мінекей дайын болған массамызға жұмыртқаның сарысын араластырып, тек қана лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Және де ұнды салып, осылай 3 ыдысқа бөліп аламыз. Біреуіне мак, біреуіне жер жаңғақ, грецкий орех саламыз, ал 3-ші бөлігіне салмаймыз. Міне дәл осы видеодағыдай қылып формочкаға салып аламыз. Және де тортты 140 градуста 40-45 минут пісіретін боламыз. Мінекей достар, дайын болған бисквитті осылай теңдей қылып 3-ке бөліп аламыз. 3-ке бөліп, және де біз алдын ала сироп дайындап қоямыз. Мен 150 грамм сироп дайындадым. Әр бөлікке 50 граммнан сиропты құйдым. Және де дайын кремімізді осылай міне әр бөлікке салып тортты жинадым. Креммен де маскарпоне, сливки және де қант ұнтағын араластырып жасадым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мінекей қалған кремді торттың шетіне жағып, осылай тегістеп шығамыз. Мінекей осылай тортты әрлеп шықтым. Мен клубника мен шоколадпен жасадым торттың бетін. Әркімнің өз қалауы әрине. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.